Бүгін бізде наурыз той өтті. Наурыз тойында әр сынып өздерінің өнерлерін көрсетті. Және наурыз тойында қазақтың ұлттық ойындары, арқан тартыс, қазақша күрес, қол күш сынасу жарыстары болды. Және кеш болса да мен осы барша халықты 22 наурыз мейрамымен құттықтаймын. Дәстүрі бойынша биыл тағы да наурыз мерекесін тойлап жатырмыз. Әрине барлық класс өте тамаша әзірленген, өте керемет мереке болып жатыр. Бізге ұйымдастырып жатқан адамдарда, барлық қатысушы ата-аналарға да тек қана бірлік тілейміз. Осылай лицейіміздің қуанышына жинала берейік. Сегодня на базе Білім инноваций лицея было проведено мероприятие, посвященное Наурузу. 7, 8, 9, 10 классы, каждый своими силами детей и родителей установили юрты, которых было накрыто, согласно нашим калмыцким обычаям, столы, на которых были баурсайка, ну и все как полагается в нашем калмыцком народе. Были поставлены на этой сценки, посвященные разным темам. Гостями нашего мероприятия были представители других школ, которые оценивали наши выступления. И сейчас они находятся на подведении итогов, то есть будет распределять места. Также в течение всего мероприятия были проведены соревнования среди родителей, среди учеников нашего Білім инноваций лицея. По перетягиванию канатов борьба была, также поднятие гирь, а также арм-рестлинг. Мероприятие проходит в этот солнечный день, даже погода сегодня способствовала этому проведению. Мы очень рады. В общем-то говоря, целью руководства школы было, как и остается всегда, объединение интересов родителей и детей, чтобы были общие интересы и чтобы эта традиция продолжалась из года в год, как она была и раньше. В общем-то говоря, все родители рады. Сейчас каждый находится в трепетном ожидании распределения мест. Мы желаем, чтобы такие мероприятия проводились в каждой школе. Бүгінгі 2018 жылғы наурыз өз мәресіне жетті деп ойлаймыз. Туған елдің төрінде батыс өңірінің тұлғалары туралы тақырыпта болған наурыз керемет бір өз деңгейінде өтті. Біздің 10-шы Б сыныбына Сырым Батырдың өмірбаяны, сол Сырым Батырдың барлық осы батыс өңіріне, жалпы қазақ халқына сіңірген еңбегі туралы болатын. Соны біздер мектеп ата-аналар өз деңгейінде жеткіздік деп ойлаймыз. Әрдайымда да тек осындай наурыздан наурызға жетіп керемет көңіл күймен кездесе беруге жазсын. Дәстүрлі мейрамдарымыздың бірі, жәндегі наурыз мейрамы тойланған жайы бар. Жалпы осы мейрам 9 сынып арасында жасалуда. Бұл енді сынып негізінде, сыныптар арасында жарыс негізінде қазақтың салт дәстүрін насихаттау және біздің осы Батыс Қазақстан облысының
тумалары жәндегі 9 тумасы бар. Сол 9 тума арасындағы олардың жәндегі өмір баяндарын, олардың өмірдегі жәндегі негізгі белестерін жәндегі насихаттауға тырысып жатыр. Сондықтан да жасап жатқан жәндегі Наурыз мейрамымыз барша құтты болсын демекшіміз, және біздің ата-аналарға сәттілік тілейміз.